халыққа қызмет етем деген кісіге бәрібір. Депутат бол, газет шығар, бал оқыт. Өзгеміздің бәріміз сай болып, жалғыз депутаттыққа қарап тұрған іш жоқ. Халқың надан болса, 1000 депутатың болсын, одан пайда жоқ. Депутаттықты таңсық көріп, атағына қызығып, яки бәсеке үшін баратын кісі болмасқа керек. Әр ұрпақ өзіне артылған жүкті жетер жеріне апарып тастағаны дұрыс. Әйтпегенде, болашақ ұрпағымызға аса көп жүк қалдырып кетеміз. Кейінгі ұрпақ не алғыс, не қарғыс беретін алдымызда зор шарттар бар. Қазаққа аюдай ақырған шенеунік табылу оңай. Ерінбей, жалықпай, бақырмай, шақырмай, іс бітіретін терісі қалың, көнбіс, табанды қызметкер табылуы қиын. Өзінің ішкі бірлігін нығайта алған халықтар ғана тәуелсіздікке қол жеткізе алады және оны қорғап қала алады. Қазақтың тағдыры келешекте ел болуы мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебіміз таза, берік, һәм өз жанымызға қабысатын, үйлесетін негізде құра білсек, келешегімізге тайынбай ақ серттесуге болады. Басқадан кем болмас үшін білімді, бай, һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек.